Сәлем достар, бүгін мен вареный сгущенка қосылған дәмді жұмсақ болып шығатын карамельный пирог жасадым. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Қантымызды салып, езіп, араластырып аламыз. Керек заттардың описаниеда барлық мөлшерін жазып отыр. Кейде қыздар айтып жатады, пирогым қатайып кетеді деп. Оның бірден-бір себебі қамырына қосатын майыныздың майлығына байланысты. Майлылығы 60%-дан жоғары болу керек, сол кезде пирогымыз өте жұмсақ дәмді болып шығады. Одан кейін жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Формасы 24 см болатын формаға біздің дайын болған қамырымызды жаямыз. Бортиктарын бекітіп өтіп жұқалап әдемілеп жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді үстіне құятын начинкамызды, яғни салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге вареный сгущенка керек. Соны жақсылап езіп алып, жұмыртқа және қаймақ салып, жақсылап араластырып, осындай сұйық начинкасын дайындап аламыз. Осындай болды. Енді қамырымызға құямыз. 170-180 градуста 40-45 минутта пісіп шығады. Піскеннен кейін 2 сағат суытып қоясыздар міндетті түрде. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.